бір ат деп ойлап тұрсыздар ғой, екеу, үшеу, бір қолда үш тізгін. Не үшін мен бұны жасап тұрмын? Бұл не азап, не үшін үш атты суытып жүрсің, жүргізіп жүрсің деген сұрақ болуы мүмкін. Жауап берейін. Мен Көкбөрі деген көкпар командасының капитанымын. Мен командаластарым бүгін келе алмай қалды. Сол себепті жауапкершілікті өзіме алып, аттарын бұлай жетекке алып алдым. Енді мына нәрсені айтқым келіп тұрда, өмірде кейде бір істер үлкен болып көрінеді, сол істерге жауапкершілік алу. Аллаға шүкір, сол егерде мүмкіндік кеп тұрса, бұл іс, бұл жауапкершілік сенің қолыңнан келеді дегенді білдіреді деп ойлаймын. Қазір мына үш ат кез келген сәтте үшеу үш жаққа кетіп қалуы мүмкін да, жұлқынып, төбелесіп, бірақ шешім менде қаншалықты мен дайынмын бұл жауапкершілікті алуға. Мен дайын болғаннан кейін қазір 35 минут болды бұл аттар мыңқ демей келе жатқанына. Және де сіздерге де айтарым достар, егерде өмірлеріңізде бір жауапкершілік алу сәті келсе, үлкен жолға мүмкіндік келсе, қорқпай жасаңыздар. Өйткені бұл жауапкершілік сіздердің қолдарыңыздан келеді. Ал ертеңгі жарысқа бізге сәттілік тілеп қойыңыздар. Құдай қаласа, абыроймен шауып алуды, аман есен шауып алуды нәсіп етсін.